12 маусым күні Жаркент қалалық кітапхана қызметкерлері Алтын Орда мемлекетінің негізін қалаушы Жошы ханның 800 жылдығына орай тарих ұлттық бірегейліктің бөлігі атты дөңгелек үстел өткізілді. Мақсаты Жошы хан жайлы терең және тың деректерді айту, өскен ортасы мен жастық шағы жорықтары жайлы толық түсіндіру, бұрын беймәлім болған тарихи деректерді ашу. Шара барысында сөз алған тарих пәнінің ұстаздары мен Майра Абдракимовна, Мария Үмбетжановна және музей меңгерушісі Қали Тұрдығазыұлы қатысып, кешегі қилы заманда елін, жерін ақ білектің күші, ақ найзаның ұшымен қасық қаны қалғанша қорғаған бабаларымыздың ерлік істері бүгінгі жастарымызға үлгі өнеге мақтаныш екенін айтып өтті. Тарихқа тағзым атты бейнеролик көрсетілді. Алтын Орда атасы Жошы хан атты ұйымдастырылған кітап көрмемен таныстырды.